Баршаңызға сәлем достар, YouTube арнама қош келдіңіздер. Отырып істейтін жұмыс саған жақсы әсер етпейді. Бірақ жағдайды түзетіп, денсаулықты жақсартудың тәсілі бар. Достар, YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Біз тұрған кезде ағза 40% көп калорияны жұмсайды. Сонымен қатар салмақ жинау және жүрек ауруының дамуы, арқаның ауруы тәуекелін азайтады. Күніне 6 сағаттан көп отыратын адамдар мерзімінен бұрын өлім тәуекеліне 37% бейім. Реттелетін үстелде жұмыс істе, немесе мүмкіндігінше жиірек тұруға тырыс. Егер түскі ас абайсызда қалып кетсе, бұл жақын дүкендегі барлық тәттілерді сатып алу қажетін білдірмейді. Тоқта, протеинді батончиктерді немесе Natural Balance коктейльдерін таңда. Олар аштық сезімін және тәттіге қажеттілікті азайтады, жақсы тамақтануды қамтамасыз етеді, күш-қуат береді және зейінді арттырады. Әлсіздік, есте сақтаумен қиындықтар, нашар көңіл-күй барлық осы симптомдарды тек спортпен ғана емес, сондай-ақ дұрыс тамақтанумен шешуге болады. Күнделікті ас мәзіріне витаминдер мен минералдарды қос. Ми, жүрек, қан-тамыр және жүйке жүйесінің нақты жұмысын қолдау, шыдамдылықты арттыру, физикалық күйді жақсарту үшін омега-3 қабылда. Сен күні бойы көп қимылдаған сайын денеде ауырсыну және шиеленісудің пайда болуы тәуекелі жоғары болады. Үзіліс жаса. Әрбір жарты сағат сайын қоңыраулы сағат қой, орындықтан тұр, су ішуге көлерге дейін бар, көшеге шығып серуенде. Ұзақ эмейлдің орнына мәселені жеке шешу үшін әріптесіңмен жолық, мүмкіндіктер толып жатыр. Жұмыс орнында созылуға ешкім тыйым салған жоқ. Ал кешке спортқа немесе йогаға бар. Д витаминінің ең маңызды көзі күн жарығы. Күн астында жарты сағат серуенде ондаған стакан сүтке тең деп бекер айтпайды. Д витамині бізге кальцийді сіңіру үшін, сонымен қатар иммунды және бұлшықет жүйесінің дұрыс қызмет етуі үшін керек. Д витаминінің тапшылығы сүйек жүйесінің ауруларына алып келеді. Сондықтан оны жеткілікті мөлшерде алу маңызды. Достар, видео пайдалы болса арнама тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.